Шаймардан Сарыева атындағы көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінде ұлы жеңістің 81 жылдық мерекесіне орай ерлік елдік мұрасы атты көрме өтіп жатыр. Бүгінгі көрмемізде суретшілердің бірнеше жұмысы біздің музей қорымыздан шығарылды. Соның ішінде мына жұмыс Әділғали Баяндиннің Бауыржан Момышұлы атты жұмысы. Бауыржан Момышұлы, білесіздер, ол Кеңес одағының батыры, жазушы, тарихта қалған тұлға болып табылады. Мен де қазақпын, жаралған сүйегеттен. Менде ар бар, менде ой бар, жан тебіренткен. Халқымның қарапайым бір ұлымын, жанымды арым үшін құрбан еткен. Келесі біздің туындымызда бұл Әділқайыр Жантасовтың биіктік деп аталатын туындысы. Бұл туындыда Боран Нысанбаевтың бейнесі берілген. Халин жұмысы, Индиядан шыққан біздің суретшіміз. Бұл жұмыста бұл кісі 45-тің көктемі деп аталады. Батырлардың аман-есен елге оралып, отбасымен қосылып жатырған сәті.